Сұлтан Махмұт Торайғыров 1893 жыл толып, 1920 жыл дүниеден қайтады. 1893 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келеді. Әкесінің есімі Шоқпыт, шын есімі Әбубәкір, анасынан 2 жасында айырылған. Ол ақын, ағартушы, философ Сұлтан Махмұт Торайғыров шәкіртойы. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам. Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін, еңбек бейнет тарауы, рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар, орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр біріде, бұл мақсаттан бұралмас, қаһарман Рүстем әлі де бұран дөп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күллісі, алдан тұрмас бірісі,